ертеде Сүлеймен деген патша кірпі мен қарғаны шақырып алып, бұлай деп бұйрық беріпті. Сен қарға бір күнде жер дүниені аралап, жақсы сайрайтын құс тап. Ол құсты менің бас жағыма әкеп отырғыз. Таң атқанда ол құс мені сайраған даусымен оятсын. Ал сен, кірпі, барып жердің жүзін тінтіп, бір жұмсақ нәрсе тап. Ол нәрсені әкеліп дәл менің жастығымның үстіне бетіме тақау қой. Құстың сайрағанымен оянған кезінде бетім сол жұмсақ нәрсеге тисін. Қарға дамыл таппай көп жерді аралап, құстардың үнін естиді. Бірақ оған бірде-бір құстың сайрағаны ұнамайды. Бұлбұл да, басқа құстар да сайрай алмайтындай болып көрінеді. Үні жақсы құс таба алмай, қарға сорлы шаршап шалдығады. Жер дүниені аралап әбден шаршадым. Жақсы сайрайтын құсты таппадым. Патша мені өлтіретін болды ғой. Деп қайғырған қарға таң саз бергенде ұясына қайтады. Анасын көрген балапандары қарқылдай бастайды. Олардың қарқылдағаны сондай әдемі, сондай нәзік көрінеді. О, менің балаларымның даусы қандай әсем. Патшаның сарайына өз балаларымды апарып қояйын. Қарға қуанып, Сүлеймен патшаның бас жағына ұя салып, соған балапандарын қонақтатады. Кірпі де дамыл таппай жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді. Бірақ еш жерден таба алмайды. Жер жүзін шарладым, әбден шаршадым. Ең жұмсақ затты таппадым. Патша мені өлтіретін болды ғой. Бұл да жалығып, арып-аршып үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген балалары алдынан шығып құшақтайды. Кірпі де құшақтайды. Олардың денесі мамықтай болып сезінеді. Сонда ол жер бетінде менің балаларымнан артық жұмсақ еш нәрсе бола қоймас деп ойлайды. О, менің балаларымның денесі қандай жұмсақ. Сүлейменнің сарайына алып барып, жастығын үстіне жатқызып қояйын деп ойлайды. Сөйтіп, Сүлейменнің сарайына алып барып, жастықтың тұсына қойып қояды. Таң атады. Қарғаның балапандары қарқылдай бастайды. Сүлеймен оянып, оларға қарай бергенде, мұның бетінде кірпінің балаларын тікенектері қадала кетеді. Қараса, қарғаның балапандары мен кірпінің балалары екен. Сүлеймен патша ашуланып, қарға мен кірпіні шақыртып алып, жентектерге бұлардың басын кесуді бұйырады. Жазалы екеуі өздері істеген істің бәрін бастан аяқ баяндап береді. Сонда Сүлеймен патша әркімге өзінің баласынан артық ештеңе жоқ екен ғой. Бала деген балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, мамықтан да жұмсақ екен ғой. Деп қарға мен кірпіні жазаламай босатып жібереді. Содан бері ел аузында қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді деген сөз қалған екен.